Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінекей алдымен 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Осылай барлығын жарып алып, құмшекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Құмшекеріміз ерігенше араласуы қажет. Сұйық майымызды құйып, яғни пісте майымызды құйып, және тағы араластырып алатын боламыз. Және кішкене тұз саламыз. Суды салып, жылы бөлме температурасында тұратын сүтімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және електен өткен ұнымызды бірденен салып жібермейміз. Жаймен салып, кішкене разрыхитель қосып жібереміз. Жақсылап араластыратын боламыз. Разрыхитель болмаса, суды қоссаңыздар да болады. Және тұз қосасыздар, жақсылап араластырып, шетінен електен өткен ұнымызды шетінен салып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте оңай. Дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер болады. Дәмі керемет болып шығады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қоюлығы осындай, әселдің қоюлығындай болуы қажет. Енді осының қалпына салатын боламыз. Қалпымызды дайындап алдық, табаға салып. Мінекей осылай 1 қасық, 1,5 қасықтан салсаңыздар болады. Негізі 1 қасықта болады, неге қалпым сәл үлкендеу болғандықтан 1,5 қасықтан салдым. Қалыптарыңызға қарайсыздар ғой, қалыпқа қарап сала бересіздер. Негізі 1 қасықтың өзі нормальный болады. Өйткені қазір пісетін кезде ол көтерілетін болады. Осылай барлық қалпынан салып шығамыз. Сұйық болмау керек, қою болмау керек. Дәл осындай әселдің қоюлығындай болуы қажет. Енді 180 градуста пешімізге пісіріп алатын боламыз. Мінекей пешімізде 180 градуста пісіп шықты. 15-20 минутта пісіп шығады. Мінекей пісті. Бетіне сахарный пудра сеуіп, осылай шоколадты теркадан өткізіп сеуіп істесеңіздер болады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк